таныстырдық. Кітап көрмеміздің аты «Ұстаздың ұлы жолы» деп аталады. Жалпы акция дегеніміз не? Қазақстандық бір ел бір кітап акциясы ақш-та өте танымал болған. Бір кітап, бір Чикаго немесе көптеген кітапханалық жобаларға негізделген. Шартқа сәйкес бүкіл қала тұрғындары бір мезгілде бір шығарманы оқуы тиіс. Бір кітапты жалпы қала болып оқу идеясы ақш-тың солтүстік батысындағы ірі қала Вашингтон штатына қарасты Сиэтл көпшілік кітапханасының кітап орталығы тарапынан ұсынылған. 1998 жылы егер Сиэтлдің бір тұрғыны бір кітап оқыса тақырыбымен алғаш өткізген акцияның мақсаты сол елдің бірлігін нығайту және оларды оқуға насихаттау. Бұдан соң осыған ұқсас мәдени іс-шаралар Чикаго, Буффало, Роштер қалаларында өтті. Ал Қазақстанға бұл акция қай жылы келді? 2007 жылы ұлттық академиялық кітапхананың аясында ұйымдастыру аясында көптеген осындай іс-шаралар өте бастаған және ең алғаш сол бір ел бір кітап атты акция негізін бастады. Бүгінгі біздің алып отырған тапсырмамыз ол Әнуар Әлімжановтың «Ұстаздың оралуы» атты шығармасы. Бүгінгі өткізіліп отырған кітап көрмеміздің басты мақсатының бірі ол Әнуар Әлімжановтың шығармасымен, өмір баянымен және «Ұстаздың оралуы» атты шығармамен сіздерді таныстырып қана қоймай, сіздердің араларыңызда соны насихаттау, Әнуар Әлімжановтың шығармашылығымен сіздерді таныстыру. Әнуар Тұрлыбекұлы Әлімжанов 12 мамыр күні 1930 жылы дүниеге келген. Қазіргі Алакөл ауданы Қарлығаш ауылы. Қазақ жазушысы. 1949 жылы Лепсі педагогика училищесі, 1954 жылы Қазақ мемлекеттік университетінің журналистика мамандығын тәмамдаған болатын. Жазушы өзінің журналистика қызметін облыстық Алматинская правда газетінің мен бастаған 1955 жылы наурыз айынан бастап литературная газетаның Қазақстан бойынша меншікті тілшісі қызметін атқарып, кейінірек Смена газетінің редакторының орынбасары болған. Қазақстан және Қырғызстан Республикасы бойынша Правда газетінің тілшісі, Қазақфильмнің студиясының бас редакторы қызметін атқарған. Қазақ әдебиеті газетінің бас редакторы, КСРО жоғарғы кеңесі, ұлттар кеңесінің төрағасы қызметтерін атқарған болатын. Қазақстан Ленин комсомол сыйлығының, Қазақ КСР мемлекеттік сыйлығының және халықаралық Неру сыйлығының лауреаты, құрмет белгісі, халықтар достастығы ордендерімен марапатталған. Қазақстанның халық жазушысы. Мен сіздерді Әнуар Әлімжановтың «Махамбеттің жебесі» атты романымен таныстырамын. Роман жазушы баспасынан 1970 жылы басылып шықты, 440 бетті құрайды. Романның қысқаша нұсқасына келсек, Махамбеттің жебесі көтеріліс жайлы, халық батырлары Исатай мен Махамбет жайлы жазылған. Махамбеттің жебесі романында Әнуар Әлімжанов қазақ халқының тарихындағы айрықша әлеуметтік мәні бар оқиғаларды бейнелеген. Сол себепті де өміріндегі осына ірі құбылыс жер шалғайына қарамастан басқа ұлт өкілдерінің тағдырына да ықпал етті. Ал енді бүгінгі көрмеміздің басты тақырыбы болып отырған шығармамен сіздерді таныстыра өтсем. Бұл Әнуар Әлімжановтың шығармасы. Ол 1981 жылы жазушы баспасында жарық көрген болатын. Бұл жерде Әнуар Әлімжанов тарихи деректерді нақтылы тізбелегінен көрі, оны шынайы ету және де ол жерде Әбу-Насыр әл-Фарабидің қаншалықты дана тұлға болғандығы, елдерге қаншалықты ұстаздық өзінің ақыл қасиетін бере алғандығы жайлы толық әрі нақты жазып өтеді. Яғни көптеген әңгімелер, аңыздар, немесе қисса дастандардың бәрін біріктіру арқылы осы кітап дүниеге келген болады. Жалпы достар, бұл кітап 6 тараудан тұрады. Сол осы тарауларды оқып шығармамен таныс болған кезімдегі ішіндегі ең қатты ұнаған эпизодтардың бірі қыз баласына жақын Бәну мен Әл-Фарабидің арасындағы ізгілік пен махаббат. Сол жерде Әл-Фараби өте керемет жеткізген бір сезім, ол қыз баласының ер адамға бірінші болып сезімін жеткізе алмайтындығы, әдептілігі, ұяңдығы, кірпияздығы, қанша дегенмен әрі ақылды, әрі дана болып тұрса да, ер адамның алдына шығып кете алмайтындығы жайлы жазылған болатын. Жалпы кітап сондай мақсатта жазылғанмен, оның 3-ші тарауын ашып қарасаңыздар, өмірдегі ең басты нәрсе білім нәрімен сусындап, өмірге келгендегі мақсатты айқындау болатын. Және де сол білім нәрімен сусындататын ең негізгі адам ол ұстаз екендігі сол жерде айтылып өткен. Және де бүгін көрмемізде алып отырған цитаталардың бәрі осы кітаптан алынған. Мысалы айта кетсек, халықтан алынған: ұстаз талантты болса, шәкірті талапты болады. Немесе Руссоның айтқан: ұстаз болу өз уақытын аямау, өзгенің бақытын аялау деген секілді цитаталарды қолдандық. Бұл шығарма «Познание, возвращение учителя».
Ұстаздың оралуы шығармасының орысша нұсқасы. Шығарма Мәскеу қаласында Русская книга баспасында 2003 жылы басып шығарылды. 324 беттен тұрады. Қазақша нұсқасында 6 тарау болса, бұл нұсқада 5 тарау көрсетілген. Шығармада Әл-Фарабидің Халбибке барған кезінде көрген түсі баяндалады. 5-ші тарауда баяндалған әңгімені сіздерге видео арқылы қазақша нұсқасын көрсетсек. 5-ші тарау. Немесе халбетте көрген түс. Хас наданның бүкіл өмірінен ғұламаның бір күні қымбат. Бұл бір ұсақ түйегіне дейін Әбу Насырдың есінде мықтап сақталған таңғажайып түс еді. Сол түні естіген әрбір сөзінде терең мән мағына барды. Сол түс оның бүкіл өмірін жинақтап, ақыл-ойының бар тереңіне бойлағандай қастерлі де қасиетті болжау болып қалды. Сол есте қалар түннен бері қаншама күндер өтсе де қазірден ол түстің ғана емес, сол бір күндердің де егжей-тегжейіне дейін ұмытар емес. Саудагер Шамсуйдың керуенінен Пальмирадан Халепке келген алғашқы айлары болатын. Сол керуенмен бірге Әбу Насыр Хасанды Шамға аттандырған. Бәнуге барып бір хабарын біліп қайт, немесе біреуден айтып жіберетіндер деп өтінді. Хасан кеткен күннің ертеңінен Әбу Насыр қатты қалжырап шаршағанын сезеді. Төсекке ерте жатып ұйықтап қалған. Дәл сол күні оған бір ерекше түс енеді. Сол түні көрген түсі өте ұзақ әрі таңғажайып еді. Сол көргендер түсінде мейді, әлде өңінде ме өзі білмейді. Содан бері қаншама уақыт өтсе де, әлгі түс өзінің көргенінен де айқын көз алдында тұр. Түстің де санасынан осынша сіңісіп қалған неліктен екен сонда? Шаршағандықтан ба, жалғыздықтан ба? Сырқаттықтан ба, әлде кәрліктен бе білгісі келді? Кім біледі? Исламның жас уағызшыларына немесе аяқ басты қарияларына әңгімелеп айтар болса, онда мынау олар не әулие, пайғамбар деп құлдық ұрып, немесе тудморға сиқыршы, көз байлаушы деп айдары хақ. Сол түні басынан кешкендерін есіне қайталай түсіре отырып, ол өзінен өзі ақиқаттың мәңгілігі мен өмірдің мән мағынасы туралы екі одай дауласумен болды. Бәрі де анық есінде. Қоңыр салқын жұлдызы жиі түн болатын. Арт жағында жұлдызды аспан мен жарты айға шағылса жыбырлап ніл ағып жатты. Өзеннен қалай жүзіп өткен осынау қырат үстіне қалай көтерілген Әбу Насыр білмейді. Ол өзен үстінен Иса пайғамбар шалдымдап жүріп өткен екен деп ойлайды. Бұл түні оның қолына бір ғажаптың бәрі келеді екен дейді. Сәл қолын сіліктеп қап алданса, құмның бір шағылына екінші шағылына қалқып аттап түседі екен. Сөйтіп тағы бір адымдаса, өзеннің бір жағасына екінші жағасына аттап түседі. Ұшқысы келсе ұша алады, бірақ та оны зорға саябыр түнгі дауыс тоқтатады. Сен мұнда неге келдің? Әлде өзің қайда тұрғаныңды білмейсің бе? Тізеңді бүк, сен кімсің? Атыңды айт, болмаса жүзіңді көрсет, мен кіммен сөйлесіп тұрғанымды білмеймін, ең болмаса, деген Әбу Насыр өзі үстін әппақ киім киіп алған екен дейді. Жұқа матаны түнгі самал желпілдетіп қояды. Мен құм дала мен көк аспанның үнімін, саған тоқта да тізеңді бүк деймін, себебі жер жүзінде мына сен тұрған аралықтан асқан қасиетті орын жоқ. Бұл араға келгендер мынау құмдардан абайлап жүретін. Патша да, данышпан да, ғұлама да, ақын да, бас кесер де, жендет те бұл жерге келгенде естері шығып тұра қалатын. Ал сен болсаң алды-артыңа қарар емессің. Сонда сен қайда тұрсың? Гизаның қырқысында тұрсың. Бұл арада уақытқа үнсіз үкім шығаратындар ғана тұрады. Сен менің айтқандарымды естіп тұрсың ба? Тарих осы жерден басталады. Егер сіздерге қызық болса, ұстаздың оралуы кітабын бірге оқиық, достар. Ары қарай мен сіздерді Әнуар Әлімжановқа арналып жазылған мақалалар мен шығармашылық жиынтығымен таныстырып өтетін болсам. Бұл кітап 2010 жылы Алматы қаласында жарық көрген, 224 беттен тұрады. Жалпы бұл шығармашылықта Әнуар Әлімжановтың ерен еңбектері мен қарымды қаламгердің жүріп өткен жолы толығымен суреттеліп баяндалған болатын. Және де адамдардың пікірлері жазылған болатын. Сол пікірлердің бірі Әбен Ақановтың айтуы бойынша, Әнуар Әлімжановтың сол кезде жазған шығармашылығының талап үндестігі бүгінгі күнмен өте сәйкес келетіндігін айтып өткен болатын. Соның ішіндегі бір шумақ өлеңмен сіздерді таныстырып өтуіме рұқсат етіңіздер. Бұл өмірді сүруге әркімнің ақ халі бар. Шын өмірді сүретін кереметтей мәні бар. Тамырында жетісу үйген тастың қаны бар.
алты алашты аспанға алып шыққан Әнуар. Әнуар Әлімжановтың өмірбаянын қорытындылай келе, ол өзінің қысқа ғана ғұмырында көптеген шығармалар, роман-эпопеялар, повесть, очерктер жазып қалдырған. Олардың бірі «Отырар ескерткіші». Бұл шығарма 1970 жылы Алматы қаласы жазушы баспасында жазып шығарылған, 379 беттен тұрады. Келесі Махамбеттің жебесі шығармасы Алматы қаласы 2011 жылы аударма баспасына жазып шығарылған, 461 беттен тұрады. Келесі шығармамыз Қуғыншы деп аталады. Алматы қаласы Қазығұрт баспасына 2010 жылы жазып шығарылған, 271 беттен тұрады. Әнуар Әлімжановтың тарихи тақырыптағы шығармаларының негізгі идеясы бүгінгі күннің талап-тілегімен үндес болып келеді. Біз осы «Бір ел, бір кітап» акциясы барысында ұстаздың ұлы жолы атты буклет жасаған болатынбыз. Бұл буклеттің негізгі мақсаты ұстаздың оралуы шығармасын халық арасында кеңінен таратып, таныту болып табылады. Бұл буклеттің электронды версиясын ала аласыздар. Саламатсыздар. Биыл «Бір ел, бір кітап» акциясы бойынша Әнуар Әлімжанов пен Мұхтар Әуезовтің шығармаларын алған болатын. Біз Әнуар Әлімжановтың шығармасына буклет жасаған болатын. Танысып өтсеңіз болады. Көрмеміздің соңын Әнуар Әлімжановтың 1954 жылы Мәскеу қаласына елге жол жүру сапарында жазылған өлең жолдармен аяқтасақ. Үйреніп қалған ұямдай, Мәскеуді барам қия алмай, миллиондардың ішінде бір басым менің сия алмай. Еңсемді бір сәт жия алмай, не бетімді айттым алматым, не деймін саған ұялмай. Таңғы шық аяз сорып тұр, соғып тұр боран, соғып тұр. Ақ құсым мені аман сау, алматым мен жолықтыр. Осы өлең жолдары қазіргі таңда өз туған жеріндегі алыстағы жақындарымызға, ару группаластарымызға арналғанда екен. Біз біргеміз, бәрі жақсы болады.